Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен майсыз және дәмдеуіштерсіз палау жасайтын боламыз. Бізге ең алдымен ет, құйрық, пияз, сәбіз және де күріш қажет болады. Барлығын ұсақтап турап, дайындап қоямыз. Күрішті жуып, суға жібітуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қазанымызда құйрықты қуырып аламыз. Құйрықты қаншалықты көп қуырсаңыздар, соншалықты өзінің майы шығады. Сол үшін де мен мұнда ешқандай да пісте майды қолданбаймын. Неге қаншама өзінің майы шықты, бұл біздің палауымызға жеткілікті және де ағзамызға зиянсыз. Неге енді үстінен пиязды саласыз. Пиязды салғаннан кейін оны қаншалықты көп қуырсаңыз, қаншалықты қоңыр етіп қуырсаңыз, соншалықты күріштеріңіз қоңыр түстес болып, әдемі болып пісетін болады. Неге біздің пиязымыз қоңыр түстес болды, енді оның үстіне сәбізді салып, тағы да кішкене қуыруға қалдырамыз. Тұзын өзіңіздің қалауыңызға қарай салыңыз. Менде еттер тұздалған болғаннан кейін мен көп тұз салған жоқпын. Ешқандай да дәмдеуіштер қосқан жоқпын. Мен мұнда 700 мл су жеткілікті болды. Етіміз жақсылап піскеннен кейін күрішімізді саламыз. Күрішіміз судың бетінен асып кетпеу керек. Сумен бірдей болып саламыз. Күрішімізді салып болғаннан кейін қазанның қақпағына міндетті түрде осылай кез келген сүлгіні орап, бетін жауып қоясыз. Осылай қақпасын сүлгімен жауып болғаннан кейін астын қатты отқа қойып, жақсылап күрішімізді бір келкі етіп пісіріп аламыз. Күрішімізді осылай жақсылап піскеннен кейін осылай домалақтатып, астын жай отқа қойып қоясыз. Палауымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай палауымыз қоңыр, май жеткілікті болып, шашылып, дәмді болып шықты. Мен мұнда ешқандай да пісте май қолданған жоқпын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұл ағзамызға зиянсыз. Назарларыңызға рахмет.